Бірінші маусымдағы қызықты кейіпкерден екінші маусымдағы картонды кейіпкерге дейін. Осындай сөздермен Нарутоның құрдастарының үлкен бөлігін сипаттап беруге болады. Бүгінгі видеомды сондай кейіпкерлердің бірі Киба Инузукаға арнағым келіп отыр. Және видеоның соңында мен сіздерге Кибаның сюжеттегі рөлін қандай жолмен арттыруға болатынын және оны қалай күшейтуге болатынын да айтатын боламын. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, ал кеттік. Киба Нарутоның ең бірінші бөлімінен бастап көрсетілген кейіпкер. Алғашқы бөлімде Киба Шино және Хинатамен бірге бір топқа түседі. Топқа 8 деген номер беріліп, оны жаңадан Джоунин мәртебесін алған Юхи Куринай басқаратын болды. Наруто секілді Киба да бала күнінен бір орында отыра алмайтын өте белсенді бала болды. Ирука сенсейдің сабақтарынан қашып, өз күшігі Акамарумен бірге ойнау ол үшін қалыпты дүние еді. Дегенмен Киба Нарутоға қарағанда Шинобилер академиясын жақсы көрсеткіштермен тамамдады. Нарутомен бірге болған тапсырмаларда ол өзінің карталармен жұмыс жасай алатын, жолдың дұрыс бағытын таба алатын шиноби ретінде көрсетті. Бір сөзбен айтқанда, Киба тым белсенді болғанымен, бұл оның білімі мен біліктілігін аса төмендете қоймады. Көріп отырғандарыңыздай, мен көбінесе Наруто Шиппудендегі кадрларды видеорядқа қолданып жатырмын. Оларды қолданған себебім, менің көп көрермендерім бірінші маусымдағы сурет стилін жақтырмай, мұрындарын шүйіреді. Сол үшін мен көптеген Киба көрсетілген бірінші маусымдағы серияларды видеоға қосқан жоқпын, ал енді оның өмірін жалғастырайық. Киба Нарутоның басқа құрдастарымен бірге Чунин тестінде көбірек көрсетіле бастады. Алғашында тест залында ол Нарутомен сөзге келіп қалса, кейінірек ол басқалармен бірге Якуши Кабутомен танысты. Тест үстінде ол дайын жауаптарды Акамару арқылы тауып отырды. Тесттің екінші бөлімінде Киба өз тобымен бірге өлім орманының дәл ортасына барып, аңқау қарсыластардан өздеріне керек бүктеме қағазды тез тартып алды. Киба ешқандай қауіп болмас үшін үшінші бүктемені тартып алу керек дегенді алға тартады. Бірақ оның әріптестері Шино мен Хината оның сөздерімен келісе қоймады. Сол кезде олар құмды Гаараның асқан қатыгездікпен жаңбыр ауылынан келген Шигураның тобын өлтіргенінің куәсі атанады. Гаараның күші мен қаталдығы 8-ші топтың барлық мүшелеріне әсер еткен еді. Тесттің 3-ші бөлімінде ол 7-ші шайқаста Наруто Узумакимен шайқасты. Наруто академияны ең төмен көрсеткішпен аяқтаған соң Киба оны ең оңай қарсылас деп есептеді. Алайда бұл үлкен қателік болып шықты. Себебі Киба жылдамдық пен қолдана алатын қабілеттер саны жағынан басымдылық танытса, Наруто чакра және шыдамдылық жағынан басымдылық көрсетіп қана қоймай, өз айла тәсілдерінің арқасында Акамаруды да ұрып соққан болатын. Артынан көрермен үшін өте күлкілі жайт орын алды. Наруто өз табиғи газдары арқылы Кибаның иіс сезу қабілетін оның өзіне қарсы қолданып әбден шаршаған Кибаны Узумаки Наруто Рендан соққылар комбинациясы арқылы жеңді. Дәрігерлер Кибаны алып бара жатқан сәтте Киба Хинатаға Неджи мен Гаарамен төбелесуден бас тартуын өтінді. Осы ретте Кибаның Хинатаға өз қарындасы не бауыры сияқты қарайтынын да айтып кетейін. Киба Хинатаның Нарутоға сезімдері бар екенін ең алғаш байқаған адам. Ол Хинатаның сезімдерін қолдап, жалпы Хинатаға үнемі қолдау білдіріп отырды. Бір ай өткен соң Киба Хинатаны дайындық алаңында көріп қалып, оның Нарутомен кездескеннен кейін өзгергенін айтады. Тесттің соңғы күнінде ол Нарутоның басқа құрдастарымен бірге ақтық сайыстарды тамашалауға аренаға келіп, енді ол тіпті Нарутоға шын пейілімен қолдау көрсетіп отырды. Осыдан біз Кибаның Нарутоны мықты шиноби ретінде мойындағанын білеміз. Сайыстарды бақылап отырған Киба аренадан бірнеше анбуды байқайды, және олардың аренада болуы Кибаға біртүрлі болып көрінді. Дегенмен ол анбуларға аса мән бере қоймады. Ал Хината қанмен жөтеліп жатқан уақытта анбулардың бірі Хинатаны емдейді. Сол кезде Киба анбудың бет-пердесінің ар жағындағы адамды танып қояды. Бірақ Киба ештеңе айтып үлгермейді, себебі анбу мүшесі Кибаны ұйқыға жіберіп үлгереді. Ұйқыда жатқан Кибаны Тентен оятады. Шиппуденнің 192-ші бөлімінде толықтыру ретінде Киба Неджи және Тентен ұрланған Хинатаны Кумогакура шинобилерінің қолынан құтқарған серия көрсетілген болатын. 3-ші Хакаге Хирузен Сарутобидің жерлеу рәсімінде де және Сенжу Цунадының Хакаге мәртебесін иелену рәсімінде де
Киба басқа кейіпкерлер секілді көрсетілген еді. Ал Саски Каноханы тастап кеткенде Киба Шикамару тобының құрамында болды. Кейінірек оның Сакон және Уконмен төбелесуіне тура келді. Сол шайқаста Киба үлкен екі басты қасқыр және сол қасқыр арқылы Гарога деп аталатын қарсыластың денесін қағаздай жыртып тастайтын жаңа нинджутсуларды пайдаланса да, оның жеңіске жетуге шамасы келмеді. Оған қоса Акамару да ауыр жараланған еді. Өміріне қауіп төнгенін сезген Киба шегіне жүріп шайқасып, қашуға да тырысып көрді. Бірақ дер кезінде көмекке келіп жеткен Канкуро өз қуыршақтары арқылы ағайынды Сакон мен Уконды жеңіп кеткен еді. Шайқас барысында ауыр жараланған Акамаруға 2-3 ай бойы жүруге тыйым салынды. Өз итінің осындай ауыр халге түскенін көрген Киба енді ешқашан Акамарумен мұндай жағдай болмайтынын өзіне серт қылды. Артынан Наруто Джираямен дайындықта жүргенде Киба Нарутоның басқа құрдастары секілді құм ауылындағы Чунин тестін тапсырып, одан сәтті өтіп, Чунин дәрежесіне жеткен еді. Ал біраз үзілістен соң Киба Наруто Шиппуденде қайта оралды. Наруто Шиппуденде Киба нағыз картонды кейіпкерге айналды. Оның себебі авторлар екінші маусымда Кибаға көңіл бөлмей, оны Нарутоның арзан пародиясына ұқсатып жібергендігінде еді. Қараңыздар, Киба бірінші маусымның басында өзінің күші мен қабілеттеріне сенетін кейіпкер болды. Бірақ Гаараның күшін көрген ол, одан да мықты шинобилер бар екенін ұққан еді. Яғни Киба жаңа ақпаратты қабылдау арқылы кейіпкер ретінде сәлде болса өскен еді. Ал Нарутомен болған төбелесте Киба қандай қарсылас болмасын, оны менсінбеу дұрыс емес екенін түсінді. Жеңіліс тапқан ол Нарутомен достасып, оның күші мен қабілеттерін мойындады. Сакон және Уконмен болған шайқаста ол өз серігі Акамарудан айырылып қала жаздады. Өзі де өлімге бір табан жақын болды. Мұның өзі оны кейіпкер ретінде өсіре түсті. Яғни бірінші маусымда Кибаның күші, мінезі және көзқарастары үнемі өзгерумен болды. Оған қоса оның бірінші маусымдағы дизайны және жануар серігіне ие болуы оны қаны қызу, жыртқыш кейіпкер қылды. Ал оның нинджутсулары өнердің бөлек түрі сияқты еді, және филлер серияларда да Киба көрерменге тек жақсы жағынан таныла білді. Ал екінші маусымда Киба Нарутоның жетістіктерін қызғанатын, Нарутоға ұқсағысы келетін, бірақ соны мойындағысы келмейтін қырсық кейіпкерге айналды. Тіпті оның бірінші маусымдағы Нарутоға Хакаге болу жайлы әзілдеп айтқан сөздері екінші маусымда Киба шынымен де Хакаге болғысы келетінін де етіп көрсетілді. Жаңа маусымда Кибаның дизайны да нашарлап, ол сюжет үшін маңызды сәттерде және көптеген шайқастарда жай ғана массовка ретінде пайдаланылды. Сол үшін мен Кибаның екінші маусымда көрсетілген сәттеріне тек қысқаша ғана тоқталып өтемін. Киба Наруто Шиппуденнің 33-ші бөлімінде Нарутомен алғаш рет көрісті. Сора жайлы филлерлік аркада Казуманың адамдарынан Каноханы қорғауға ол атсалысты. Артынан ол Сарутоби Асуманың жерлеу рәсімінде көрсетілді. Үш құйрықты бижудың қайда орналасқаны жайлы ақпарат Каноханың құлағына жеткен кезде Киба басқа шинобилермен бірге Арачимарудың жасырын базаларының бірін табуға аттанған еді. Одан бөлек Киба Учиха Итачиді іздеу миссиясына да қатысты. Пейн Канохаға шабуыл жасаған кезде Киба тағы да маңызды шайқастардан шетте қалып, массовка қызметін атқарды. Ол Пейндердің бірімен кішігірім шайқасқа түсіп те үлгерді. Және Киба әрине қираған Каноханы қалпына келтіруге өз көмегін аямады. Артынан ол 5 Каге жиналысының алдында және содан кейін де көрсетілді. Киба Чикара филлерлік аркасында да көрсетілді. Бірақ оның сол миссиядағы рөлі тым мардымсыз болды. Содан кейін Кибаға бүтіндей бір эпизод арналып, сол бөлімде ол Нарутоны қуып жету үшін дайындықтар жасады. 4-ші әлемдік шинобилер соғысында Киба көптеген ұсақ шайқастарда көрсетілді. Бірақ оның үлкен жеңістерінің бірі Эдо Тенсей арқылы қайта тірілген Сакон мен Уконды жеңуінде еді. Артынан ол Обито және Мадараға қарсы шинобилер альянсының құрамында шайқасты. Ал Учиха Мадара мәңгілік Цукиомиді іске қосқанда Киба да басқалар сияқты генжутсу әлеміне түсті. Генжутсу әлемінде ол өзінің жаңа Хакаге болып сайланғанын көрді. Ал Наруто мен Саске Оцуцуки Кагуяны тоқтатқан сәтте басқалармен бірге Киба да иллюзиялар әлемінің ұйқысынан оянды. Және сәл кейінірек
Киба Нарутоның 5-ші, 6-ші және соңғы фильмінде көрсетілді. Оған қоса ол Нарутоның үйлену тойында да көрсетілген болатын. Жалпы 2-ші маусымда Киба күш жағынан да кейіпкер ретінде де аса өсе алмады және сюжет үшін маңызды сәттерде ол жай ғана сюжетті ауқымдырақ қыла түсетін массовка рөлін атқарды. Киба өмірі Боруто анимесінде жалғасқанымен, ол жерде де Киба жай ғана массовканың қызметін атқаруда. Киба тіпті Джонин мәртебесіне иелене алмай, әлі де Чунин қызметінде өз жұмысын атқаруда. Ал енді Кибаны қалай күшейтуге болатыны жайлы тоқталып өтейін. Кибаны ең алдымен оқиға желісінде маңыздылығын арттыру керек еді. Ол үшін оны Акацуки мүшелерімен не қайта тірілген Кагелермен шайқасқа түсіру жеткілікті еді, немесе қайтадан Акамаруды ауыр жаралау керек еді. Кибаның ауыр шайқастарда жеңуі шарт емес, ол тек сол шайқастар арқылы жаңа дүниелерді түсініп, кейіпкер ретінде өсе алатын еді. Және оның дизайны мысалы мынадай болса, ол өзінің жыртқыштық сипаттарынан айырылмай, адамдар осындай дизайнды жылы қабылдар еді. Ал оның күшіне келсек, Кибаның күшін Инузука әулетінің қабілеттеріне сай дамыту керек еді. Мысалы, Акамару Сусаномен тайталаса алатындай алып, 15 метрлік итке 1 минутқа айнала алса, тіпті керемет болар еді. Киба 2-ші қатардағы кейіпкер болған соң оны тым қатты күшейтудің керегі жоқ. Сол үшін 1 минут уақыт оған жеткілікті. Және егер ол чакра арқылы өз бабаларының және солардың иттерінің көшірмесін жасап, солармен бірге шабуылдар жасаса, мұндай қабілетте оны жақсы күшейте алады. Және ол қарсыласын тістеу арқылы оны шын өмірдегі иттер сияқты улай алса не, өз жараларын оларды жалау арқылы емдей алса, бұл қабілеттер де оған жарасады. Ит сияқты шыдамды болу да оған еш артық етпес еді. Осы жаңа қабілеттер және оның бұрынғы қабілеттері қосылып Кибаны адамдар үшін едәуір қызықты кейіпкер қыла алатын еді. Ал сен Кибаны қалай күшейтер едің? Сюжеттегі орнын қалайша маңыздырақ қылар едің? Өз ойыңды астына міндетті түрде жаза кет. Және егер сен Хатаке Какашидің неге ең әлсіз Хокаге екенін білгің келсе, онда мына видеоны міндетті түрде көр. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.